Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін лағманның рецептін түсіремін. Бұл қарапайым ғана үйде арасында жасап тұратын лағман болады. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп 4 пішлеп пекинская капустаның тек қана қатты жерін тураймыз. Және 300-400 грамм ет керек. Етімізді видеода көрсетілгендей 4 пішлеп жұқалап тураймыз. Етімізді маринаттаймыз. Қара бұрыш, қызыл бұрыш, сойлы соус и аздаған су құйып 1 сағатқа қойып қоямыз. Сол кезде етімізді суын шығарып, өз суында қайнатып қуырған кезімізде жұп-жұмсақ болып шығатын болады. Қызып тұрған майымызға етімізді қуырамыз, және де барлық көкөністерді шетінен қуырып отырамыз. Ең соңында пекинский капустаны салып қуырамыз, және осы пекинский капустадан кейін бір 10 минуттай бұқтырып қоямыз, сол жеткілікті болады. Тестамыз үзілмей созылу үшін тұзсыз жылы суға илейміз. Жақсылап илеу қану керек. Тестамыздың илеу қанған соң осылай күрік жасап қоямыз. Көршім қонаққа келіп қалып, үйге қалай созғанымды видеоға түсіруді ұмытып кетіппін қыздар. В общем, осылай шықты результат. Ас болсын. Лайк басып, комментарий жазып қолдаңыздар.